жаңалықтар деген секілді. Енді бұны бәрін өзіңіздің талғамыңызға қарай, дәмді жақсы көруіңізге қарай үйлестіріп жей бересіз. Ал дәл қазір бізге солай жасаудың ерекше бір алтын ережесімен бірге ұсынып беретін ерекше қонағымыз шақырымыз келіп тұр. Алтынай Қасымханова, нутрициолог. Бізде дәл қазір осы ірімшік қосылған салатты жасаудың түрін көрсетесіз. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет, өздеріңізде. Иә, бізде де бәрі жақсы. Әсіресе осы тамақ пісіретін қонақ келген кезде мен қатты қуанып келетінім бар, өйткені дәм татып қызық бір нәрсе көреміз. Ал енді кірісе берейік, иә? Бізде дәл қазір қандай ингредиенттер қажет осы салатты жасауға? Бұл салатқа жасауда негізінен осы қызанақ керек, сосын авокадо, зелень дейді ғой, сосын брынза керек и оливковое масло керек. Ең басынан осы қызанақты тураймыз. Яғни бүгін біз ірімшіктің брынза түрін қолданамыз, иә? Брынза түрі, иә. Бұл салат негізі жеңіл салат түрі болып табылады. Және де арықтағысы келетін адамдарға өте қажет болып табылады. Мысалы, егерде осы салат жесеңіздер, тез тойымды болады, және де өте құнарлы салатқа жатады. Бұл яғни арықтағысы келіп жүрген немесе белгілі бір диетада отырған адамдарға да өте пайдалы дейсіз ғой? Иә, диетадағы адамдарға өте пайдалы. Себебі бұның құрамында авокадо бар, осы қызанақ бар, және де брынза өзі калориясына қарай өте жеңіл сырдың түріне жатады. Бұдан басқа калориясы аз. Майлылығы да аз ғой? Майлылығы да аз, иә. Бұдан басқа осы брынзадан бөлек моцарелланы қолдануға болады бұның орнына, немесе рикотта сияқты сырдың түрін қолдануға болады. Бұлар өте құрамында пайдалы заттар, яғни минералдар өте көп, және де калориясы өте аз болып келеді. Енді қандай нақты минералдар, қандай дәрумендер бар сол ірімшіктердің құрамында? Ірімшіктердің құрамы негізінен көптеген витаминдерге бай болып келеді. Олардың ішінде А, В2, В1, В12 витаминдері, сосын С витамині, сонымен қатар Д және Е витаминдері бар. Ең көп минералдарды ол кальций біз білеміз, мысалы айтып жатады ғой, сүйекке, тіске пайдалы деп, кальций бар, фосфор бар және натрий. Бұлар организмдегі иммунитетті жақсартады, сонымен қатар бұлшықеттің жұмысын жақсартады, және де жаңағы организмдегі тіс және сүйектің мықтылығын күшейтеді. Сонымен қатар осы ірімшіктерді қазіргі кезде адамдар көп қолдануға кеңес беремін. Себебі олар ең біріншіден құнарлығы өте жоғары. Сонымен қатар оның жаңағы минералдарға бай болғандықтан адамдар өзіне керек витаминдер толықтай ала алады. Қазіргі кезде осы ірімшіктердің түрлеріне тоқталсам, ол жаңа айтып кеткенде қатты ірімшік, жұмсақ ірімшік деп бөлінеді. Сонымен қатар зейін қосылған ірімшік және қақталған ірімшік түрлеріне бөлінеді. Осы ірімшіктердің ішінде ең жаңағы айтады ғой, пайдалысы қайсысы деп сұрап жатады, сонда мысалы егерде өзіңіз айтады ғой, вкус қандай қандай дәм сізге ұнайды, ең бірінші соған қарау керек. Бірақ менің кеңесім бойынша ол жаңағы жұмсақ және қатты түрлеріне көңіл бөліңіз керек. Себебі олардың құрамында белоктың мөлшері өте көп. Ал белок ол жаңағы организмнің негізгі строительный материал дейді ғой. Сондай организмде ең бір кірпіш сияқты рөл атқарады, сондықтан ол өте маңызды. Ал егерде мысалы зең, жаңағы айтып жатыр ғой, зең саңырауқұлақтар қосылған деп. Топ-5 көрсеткен ірімшіктердің көбісі зең қосылған. Зең қосылған, себебі оның ішіне пенициллин деген зең қосылады. Ол пенициллин организмге оның кері әсері тиюі мүмкін. Мысалы, сіз пенициллин антибиотик екенін білесіз, егерде сіз оны көп мөлшерде, яғни бір күндік мөлшері 50 граммнан асып кетсе, ол жағын антибиотикалық әсер етеді, сіздің организм микрофлорасын құртады, және ол түрлі дисбактериозға алып келуі мүмкін.
кейін білесіз бе, кейбір адамдардың ас қорыту жүйесі лактозаны көтере алмайды, олар жаңа сүт өнімдерін жей алмайды. Ондай адамдарға арналған ірімшіктің түрлері бар ма? Лактозасы аз ірімшіктер болады, оларды арнайы сыртқы упаковкасында жазылып тұрады, барлығы соған мән берген жөн. Ол жаңағы ішінде көптеген лактозаны аз қосатын түрлері де болады, бірақ та көп осы ірімшіктің түрлерінде лактозасы көп мөлшерде болуы мүмкін, соған да көңіл бөлу керек, айырмашылығын анықтап. Жақсы, бұл кеңесіңіз өте пайдалы екен, лактозаның көтере алмайтын адамдарға өте жақсы кеңес болып деп ойлаймын. Дәл қазір біз салатты ары қарай дайындай береміз, бірақ оған дейін шағын ғана үзіліс, содан кейін қайта ораламыз. Оян Қазақстан, бізде әрі қарайда салаттың жасауы жалғасып жатыр. Сіздер де таңғы дастарханның үстінде таңғы шайларыңызға 2 кесек қантыңызды қосып отырып, араластырып, керемет шайыңыз ішіп отырсаңыз, бізге қосылыңыздар. Біз дәл қазір ірімшік қосылған өте пайдалы, құнарлығы төмен, құнарлығы жоғары, бірақ майлылығы аз салат түрін дайындап жатырмыз. Бізде дайын болып бітейін деп қалды ғой, дейме? Барлық ингредиенттерді қостық. Енді соңынан зәйтін майын қосаңыз ба? Зәйтін майын қосаңыз. Менде тағы бір мынандай факт бар. Небәрі ірімшіктің 200-100 граммын жататын кезде ұйықтар алдында жарты сағат бұрын жесеңіз, ұйқыңыз жайлы, жақсы болады деген бір ақпаратты интернеттен оқыдым. Қаншалықты рас? Шынымен де ұйқыға әсер ете ме? Негізі ұйықтар алдында мен 3-4 сағат уақыт алдында тамақ жеуге кеңес бермеймін. Себебі кешкі уақытта метаболизм, яғни зат алмасу процесі баяулайды. Сіздің ұйқыңыз келіп, мысалы, барлық айтады ғой, организмде бүкіл процестер баяулағандықтан сіз тез ұйықтайсыз. Ал егер де сіз қайтадан тамақ жеп, ас қорыту процесіңізге тағы да қоссаңыз, күш салатын болсаңыз, ол тағы да кері әсерін беруі мүмкін. Және де егер де қатты тамақ жегіңіз келіп жатса, 1-2 ломтик дейді ғой. Тілімін ғана жесеңіз болады. Түсінікті. Шынымен де түнде жатар алдында ас үйге барып, кішкене ғана жаңа сен айтқан 200 грамм ірімшікті жеймін деп қою, меніңше оңайдың емес секілді. Сен бара салып, бірнеше тамақты жеп қойып, ой, деп отыратын сияқтысың ғой. Бізде салатымыз дайын болды. Салатымыз дайын болды. Көрсеңіздер болады. Дәмін татып. Мен көрем ба? Сен көрші. Сен жеп ал, сосын бәр жақтаса мен де жеп. Ірімшікті таңдап жедің ғой. Қандай күшті, тұзды екен, дәмі? Бұл брынза тұзы бар. Мына жерде біз тұз қосқан жоқпыз. Осы брынзаның тұз екен. Құрамында тұз болғандықтан, мұнда тұз қосқан жоқпыз. Бүйтіп қосып жеу керек. Ой, сен тамақ жеп білмейді екенсің. Арай. Қойшы тіпті. Қазір жеп алайық. Дәмі көріністер. Қалай екен? Болды ма менікі. Рахмет. Керемет. Өте күшті оқтайық. Ас болсын. Сіздерге де кеңес берем. Осылай тағам алдында жесеңіздер болады. Яғни бұл тәбетті басып, сіздер көп тамақ жемеуге бір әсерін тигізеді. Енді Алтынай ханым, сізге көп рахмет. Алтындай кеңестеріңізді бізге бөлісіп беріп, айтып, мынандай салат жасап бергеніңізге. Енді дәл қазір көп рахмет. Енді дәл қазір біздің елімізде де қолдан келген көмегін аямай, қайырымдылықпен айналысып жүрген жандар аз емес. Солардың бірі Дәулет пен Әсемгүл Керейбаевтар отбасы.